Армысыздар, еліміздің бастарнасында жаңалықтар, студияда сурда аудармашы Жамбута Сәрсенбаева және мен Талғат Алман. Былтыр 39 мың көлік жүргізушісі рөлге отыру құқығынан айырылған. Көлік қатары көбейгенімен ереже бұзушылықтар азайып отыр. Мәжілістегі үкімет сағатында ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов өзге де деректерді алға тартты. Мысалы, былтыр бейнебақылау арқылы 866 қылмыс ашылған, ал депутат Мұхтар Тінікеев айыппұл мөлшерінің шектен тыс көп екенін тілге тиек етті. Депутаттың айтуынша, заңды тұлғаларға ереже бұзған үшін тіпті 2 миллион теңгеден астам айыппұл салынады. Бұл тым артық. Елімізде халықтың барлығының жалақысы өсірілмесе де, айлық есептік көрсеткіші 1 қаңтардан жоғарылаған. Вы в курсе, наверное, что просьбы, мольба... Қарапайым халықтың өтініш жайлы білетін боларсыз. Жол ережесін бұзғандарға салынатын айыппұл көлемінің көптігі жайлы өткен шақырылымда да сұрақ қойдым. Онда сіз 3 күн ішінде жүргізуші айыппұлды төлейтін болса, онда 50% жеңілдік болады деп құтылдыңыз. Бірақ айыппұл пошта арқылы жеткенше 3 күннен асып кетеді. Осы мәселеге оралсақ, не айта аласыз? Я считаю, что это международная практика. Меніңше бұл халықаралық тәжірибе, осылай болу қажет. Ережені бұзбасын. Біз оның қалтасына қарап айыппұл салуымыз керек пе? Осының арқасында ереже бұзушылықты азайтып отырмыз. Елімізде жергілікті полиция қызметінің құрылғаны мәлім. Қазір 25 мыңнан астам тәртіп сақшылары өңір-өңірде қызмет етіп жатыр. Өткен жылы 35 мың қылмысты ашқан. Министр Қасымовтың айтуынша 800-ден астам учаскелік инспектордың 3/1 бөлігінің әлеуметтік жағдайы мәз емес, яғни баспанасы жоқ, жалақысы аз, ал жұмыс жүктемесі ауыр. Сондықтан жылына 6-6,5 мың полицей жұмыстан өз еркімен шығып кетеді екен. Осы ретте ішкі істер министрі мемлекет қоғам сақшыларының материалдық жағдайына ерекше көңіл бөлуі қажеттігін атап өтті. Адамдарды ажалдан арашалап қалған 2 бірдей полицейдің ерлігі ел аузында. Солтүстік Қазақстан облысында биіктігі 25 метр болатын жардан өзенге құлаған қызды тәртіп сақшысы Юлий Данильченко құтқарып қалды. Есіл өзенінің жағалауына демалуға келген 24 жастағы Петропавл қаласының тұрғыны абайсызда төменге құлап кетіп, талдың бұтағына ілініп қалған. Енді өздігінен түсіп кете алмайтынын білген ол, бір қолымен телефонын ұстап сақшыларға қоңырау шалған. Оқиға орнына келген полиция сержанты өз өмірін қатерге тіге отырып, қызды аман алып қалады. Қыз қатты қорып қалыпты. Біз келгенде бір аяғымен салбырап тұрды. Кез келген сәтте суға құлап кетуі мүмкін еді. Мен жарға өрмелеп мініп, оны белбеумен шығарып алдым. Сондай-ақ кеш қарая жұмысынан үйіне қайтып келе жатқан полиция полковнигі Азат Мұхаммедин әлдегімнің жан ұшыра көмек сұрағанын естіген. Қараса, 1-ші қабатта кеңсе өртке ораныпты. Ойланбастан ішке енген тәртіп сақшысы түтінге тұншығып қалған адамды сыртқа алып шығады. Қос полицейдің ерлігі ескерілді. Оларды ішкі істер департаменті арнайы марапаттады. Балконнан түтін, қап-қара түтін. Сосын бір баланы попросил, говорю, ты подсади, говорю, ну, он мен сосын мінгізіп, балконға. Сосын ішіне кірдім. Батыр деп санамаймын, бұл әрбір кісінің несі, міндеті. Стамбулда жарылыс болды. Қаланың Мальтепе ауданында болған оқиғадан 4 адам жарақат алды. Бомба эстакадасына қойылыпты. Бірнеше көлікке зақым келген. Салдарынан Анкараға баратын жол жабылған. Қазір көлік қозғалысы тоқтап тұр. Әзірге лаңкестік әрекетті ешбір ұйым өз мойнына алған жоқ. Жарылыс болған жерде тергеу жұмыстары жүруде. Мексиканың Калифорния түбегінде 30-ға жуық қара дельфин жағаға шығып, өздерін өлімге қиды. Мамандар оларды суға қайтаруға тырысса да, ол әрекеттерінен түк шықпаған. Дельфиндерді құтқаруға сарбаздар, қоршаған орта министрлігінің өкілдері мен жергілікті балықшылар қатысты. Олар 27 су жануарының 3-ін ғана өз ортасына жібере алған. Сүт қоректілерді тексерген мамандар олардың бойынан еш жарақат таппаған, ал ғалымдардың пікірінше дельфиндердің жаппай жағаға шығып кетуіне су асты кемелерден таралатын шу себеп. Зика Қытайға жетті. Қазақстанмен іргелес елде қауіпті вирусты жұқтырған алғашқы адам тіркелді. Бұл туралы осы елдегі ұлттық денсаулық сақтау және
отбасын жоспарлау комиссиясы хабарлады. Ресми мәлімет бойынша Шаньдунь провинциясының 29 жастағы тұрғыны мамырдың 13-інде Венесуэла елінен оралғаннан кейін Зика вирусының белгілері табылған. Зертханалық сынамалар оның қанында вирустың барын анықтады. Қазір науқас ем қабылдауда. Латын Америкасында болып, ауруды жұқтырып келген тағы бір қытайлық Гуаньдунь провинциясынан анықталды. 37 жастағы әйел Венесуэладан оралған соң денесіне бөртпе шығып кеткен. Жалпы Қытайда қауіпті вирусты жұқтыруға қатысты 12 жағдай тіркелсе, олардың барлығы да Латын Америкасында болып келген адамдардан анықталып отыр. Израиль мен Қазақстан арасындағы ең ірі инвест жоба 2017 жылы іске қосылмақ. Бұл туралы жоба авторлары біздің арнаға берген сұхбатында мәлімдеді. Қазірде инвесторлар Қазақстан экономикасына $10 миллион салуға дайын. Израильдің All Energy Holding компаниясы ұсынған бастама екі ел тарихындағы ең ірі инвестициялық жобаға айналып отыр. Бұл бірінші кезекте Астана қаржы орталығының құрылуымен тікелей байланысты. Жоба аясында көмірден қуат алатын электростанция құру жоспарланған. Әлемде айтарлықтай сұранысқа ие болмаса да, Қазақстан үшін бұл нағыз пайда көзі дейді инвесторлар. Сапалы шикізат қорына бай еліміз көмірден электр энергиясымен қатар көптеген химиялық өнімдер ала алады. Сол үшін Ақмола облысында химиялық кластер құрылмақ. Оның құрамына метанол, бензин, дизель отыны, сондай-ақ карбид пен полиэтилен жасайтын зауыттары кіреді. Нәтижесінде 3,5 мың адам жұмыспен қамтылып, мемлекет қазынасына жылына $1 миллиард құйылады. Бұл таза инвестициялық жоба. Бірінші кезекте энергетика саласында жұмыс істеуді көздеп отырмыз. Қаржылық жағдайды саралап, күн сәулесінен қуат алатын станциялардың сызбасын жасап жатырмыз. Қазірдің өзінде Көкшетауда көмірмен жұмыс істейтін қуаттылығы 180 мегаваттық электростанцияның құрылысы аяқталуға жақын. Бұл бастама үлкен серпін беретініне сенімдімін. Қазақстан әлем бойынша көмір қорына бай елдердің қатарында. Көмір қара алтын десем де болады. Полимер, фармацевтика және нанотехнологиялар дегендей. Біз осы салаларды Қазақстанда дамытқымыз келеді. Ұлттық банк шағын және орта кәсіпкерліктегі ең жиі несиелендірген салаларды атады. Наурыз айындағы көрсеткішке сай, қарыз көбірек берілген салалардың көшін сауда бастап тұр. Алып сатарлыққа барлық несиелердің 20% бағытталған көрінеді. Одан кейінгі өндіріс саласының үлесінде 13%, берілген несиелердің 8% құрылыс секторына тиесілі. Ауыл шаруашылығы мен көлік салалары да қарызды молынан алған. Жалпы шағын кәсіпкерлікті несиелендіру 2016 жылдың наурызында 6% артып 2,5 миллиард теңгені құраған. Ұлттық банктың мәліметі бойынша берілген несиелердің пайыздық үстемесі шамамен 18% деңгейінде. Алматыда Жетісу өңірінің ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. Оған Алматы облысының 16 аудан мен 3 қаласынан жеткізілген 170 тонна таза экологиялық азық-түлік, яғни ет, сүт өнімдері мен жеміс-жидек арзан бағада саудаланды. Жалпы жәрмеңкеде 112 миллион теңге болатын азық-түліктің 50-ге жуық түрі ұсынылды. Таң сәріден Астана алаңына асыққан қала тұрғындары табиғи таза өнімдерді сатып алуға тырысты. Алматы облысындағы әр ауданда сенбі сайын осындай жәрмеңкелерді өткізу дәстүрге айналған. Мұндағы халыққа ұсынылған тауарлардың бағасы да нарықтан бір шама арзан. Нарықтағы баға біз қазір сараптама жасадық. Мынандай базарларда сатылып тұрған өнімдерден 8-ден 25%-ға дейін, сонда 13-14% төмен. Енді ол әр өнімнің өзінің сұранысына қарай, бірақ та базардан ең кіші бізде 8%, ал үлкен кем 25%. 1 мамыр шаруа қожалығы Атырау облысындағы ірі шаруашылықтардың бірі. 2000 бас асыл тұқымды сиыр, 800 бас түйе және 500 бас жылқы бағып отырған іргелі шаруашылық. Қазір мұндағы жаңа технологиялармен жабдықталған сүт тауарлы кешенде тәулігіне 10 тонна сүт өндіріледі. Оған қоса шұбат пен қымыз, ет өндіріп, облыс халқын азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр. Шаруашылықтың 46 мың гектар жері бар, оның 2000 гектары егіс алқабы. Шаруалар мал азығын дайындау ғана емес, көкөніс, бау-бақша дақылдарын өсіріп, жергілікті тұрғындарға арзан бағамен ұсынып отыр. Малшы, сауыншы, механизатор, диқан, мал дәрігер секілді 300-ге тарта маман еңбек етеді. Сондықтан да жер реформасының әсіресе ауыл шаруашылығы саласына тиімді болуы біз үшін аса маңызды дейді олар.
Ел болып, халық болып, бұл зиялы қауым өкілдері болып, бұны кеңінен талқылағанымыз дұрыс деп есептеймін. Себебі бұл жерменен ойнауға болмайды. Себебі бұл осы өзімізді асырап отырған, осы баптап күтіп отқан осы жеріміз. Әкем, шешем осы жерменен жұмыс жасады. Мен өзім осы ауыл шаруашылығы институтын бітіргеннен кейін осы жерде 50 жылға тарта қызмет жасап келе жатырмын. Қазір менің балам, қыздарым осы жерде өзімен бірге еңбек етіп жатыр. Сондықтан біз енді жердің қадірін білеміз деп ойлаймын. Жастарға жұмыс берген жаңа серпін. Маңғыстау облыстық әкімдігі қолға алған бастама өңірде жұмыссыздықпен күресуге жол ашқан. Бұған Ақтау теңіз порты арнайы экономикалық аймағындағы кәсіпорындар берген өтініш түрткі болыпты. Бұл мақсатқа жергілікті бюджеттен 75 миллион теңге бөлінген. Сәуірде өткен арнайы курстан соң 9 азамат білікті маман куәлігін алды. Олардың қатарында инженерлер мен арнайы машинистері бар. Соңғысы термопласт бұйымдарын шығаратын қондырғылармен жұмыс жасайды. Техникалық мамандыққа баулушылар Ресейден арнайы шақыртылған. Кәсіби мамандық алған жастар бүгінде арнайы экономикалық аймақтағы зауыттарда жұмысқа кірісіпті. 9 баланы оқыту үшін 8 миллион теңге қаржы кетті. Жыл аяғына шейін әлде талай оқытыламыз деген жоспарларымыз да бар. Қазір 6 кәсіпорынмен келісімшартқа отырдық. Жұмысқа тұрып жатырмын. Жұмысқа тұрмас бұрын инженер-технолог сертификатын оқытты. Петербургтан адамдар да келіп алғысымды білдіргім келеді. Оңтүстік Қазақстан облысында еліміздің жас өспірім өлкетанушылары сынға түсті. Бүргелік шатқалында барлық облыстардан келген 16 туристік өлкетану экспедициялық жарыс өткізді. Әсем табиғат саясында ғылыми жобаларын қорғауға мүмкіндік алды. Шыңға шықты, арқан арқылы тасып аққан өзеннің келесі жағын өтті. Алғашқы медициналық көмекте көрсетті. Бұл ұрпақ плюс жобасы аясында ұйымдастырылып жатқан шара. Жас өлкетанушылардың үздіктері экспо кезінде ұлттық мұражайда шетелдік туристерді өз өлкесінің тарихымен таныстыратын болады. Кітап оқитын, кітап оқуды жақсы көреді. Мына кітапты мен оқып жатырмын, осыны сіздер де оқыңыздар деп айтатын балалардың сондай үйірмесі. Сондықтан ол жобада осы ұрпақ плюс жоба аясында өткізіліп жатыр. Германия астанасы Берлинде мәдениеттер карнавал өтті. Күн суып, жаңбыр жауса да, халық көңілді шараға көптеп қатысқан. Дәстүрлі шеруге биыл 5000-нан астам адам қатысқан. Олар 75 ұлт пен этникалық топтың өкілдері. Мерекенің басты мақсаты Берлинді мекендеген түрлі ұлт пен ұлыстардың мәдениетін көрсету. Бразилиялық бишілер мен Африканың дауылпаздарын және Қытайдың айдаһарларын паш еткен шеру 4 сағатқа созылған. Бұл дәстүр 1996 жылы басталған. 20 жыл ішінде неміс астанасындағы ең айтулы мерекелердің санатына еніп, халық асыға күтетін салтанатқа айналған. Әзірге айтарымыз осы, амандықта, саулықта жүздескенше.